Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa ma yanfiqu ala ta'am al-miskin. Қыздар отырыста 60% қыздардың бәрі оранған, намазда жүрген кісілер, және жанымда құрбыларым да дәлел. Себебі кеш басталғаннан кеш аяқталғанға дейін менің жанымда болды. Дастархан басын қарасаңыздар, тек қана сусындар, лимонад, шай ғана тұр. Ешкім ешқандай алкогольді спирттік заттар алып келмеген. Кештің ортасында Аиданың тек қана ұстаздар ғана болмай, үлкен үйдегі апа тәтелері де келді. Осы үлкен кісілердің жанында отырып, Құранды қылып оқысам, сол кісілер ақ желкеммен алып мені сол жерде шығарып жіберетін еді. Бірақ ондай қылық болған жоқ та. Ал кеш біткен соң мен қонаққа айларға келдім, өйткені кішкентайды көрмегелі көп болды. Сөйткен ішіп отырған адам өйстіп бала ұстай ма? Мен соған андай өзім таңғалып отырмын да, сондықтан барынша түсінулеріңізді сұраймын. 5 күн өтіп кетсе де Аиданың туған күні қалай өткенін айтып берейін. Дресс-код негізі көк түс болған, менде болмағандықтан уақытым да болған жоқ, көйлек алуға, сонымен қара көйлегімді кие салдым. Негізі туған күнде тек қыздар болды, көбінесе уқтишкалар болды, барлығы намазхан қыздар. Еще көптен көрмеген блогер қыздарды да көріп қалдым. Тіпті кейбір блогер қыздарды танысам да өмірде көрмеген екенмін, сонымен танысып, тоже бірге видео, фотоға да түстік. Шын айтсам, туған күні өте күшті өтті, андай нежный вайбпен. Көп қыздармен танысып, достасып, бір-бірімізге подписация етіп те үлгерді. Ол просто молодец, осындай күшті вечер жасады. Аида үшін барлығын организация өз қолында. Күшті вайбпен осылай биледік, ән айттық. Какой стол был шикарный, просто нежный, қараң. Керемет стол. Еще Ахи келді, Ильхан келді, өлең айтуға күшті әншілер болды. Ресторан просто гүлге толды, осындай көп гүлдер болды. Осындай гүлдерге Аида лайықты деп ойлаймын, өйткені бұл екеуі бір-бірінің поддержкасы, бір-бірінің сториста көрсету, өмірде де былай күшті семьяда, сондықтан мен үшін бір үлгі семья десем. Ал енді қазір Жузиға резонанс болып жатқан нәрсені айтып кетейін, қалай болған. Білесіздер ғой, адамдарға тек жаңалық керек, тек өсек керек, тек просмотр, рейтинг болса болды, оларға өсектің барлығын жан-жақтан ушықтырып жүреді ғой, қосып, краска бер. Негізі бұл просто сайыс болған болатын. Бұл жерде кімде қандай өнері бар, кім немен мақтана алады деген сияқты. Ал бұл жерде Айшолпанмен осы қыз рэп айтып, просто Аидан туған күнімен құттықтады. Бұл жерде екі команда жарысып жатыр. Команда ұпай алып жатыр. Мен ұпайыммен тоже бөлістім. Я скажу, Ая болла, сендерге тілеймін. Луи Виттон, Гуччи, бәрі болсын Гуччи. Сендерге тілеймін. Кадиллак сонда. Баясын тілеймін. Күлбаға, здоровьені тоже опыт қойымыз дейміз. Осындай енді онша емес рэп болса да миымда болған нәрселерді айттым. И осылай кейбіреулері опера, кейбіреулері би биледі. В общем, өз өнерін көрсетті. Дәл солай осылай Джузи сүре білетін айтып шықты да мен сүре білем. Ал жаңалықта болса бұны әшкерлеу жатыр, жамандау жатыр деп салып қойғанда. Ал енді сіздер түсін. Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш. Негізі таңда шығам деп ойлап едім, бірақ кейбір видеоларды күтіп, қазір шығып жатқан жайым бар. Біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Осыдан 2 күн бұрын мен туған күнім жайлы Евразия телеканалы жалған ақпарат таратқан болатын. Ішімдік қойылды деген сынды, иә. Сол ақпараттан кейін жарайды өзімнің ойымды айтып, кеше сторис салдым, сонымен болар деп ойлап едім, бірақ жалған ақпарат әлі де таралып жатыр, және де менің иманыма қатысты, менің жолдасыма, менің отбасыма қатысты неше түрлі зат жазып жатқаннан кейін сол туған күн болған, барлық жақтан қарап болдыңыздар ғой енді. Сол туған күн болған, туған күн үйесінде қаншама информациялар бар екенін білсеңіздер, соларды көріп, өздеріңіз енді шешім шығарарсыздар.